Сәлем, менің тыңдармандарым. Менің каналыма қош келдіңіздер. Маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Әкем үйдің үлкені. Мен немеренің үлкені боп, емшектен шыға сала әжемнің бауырында қалыппын. Атамның қызы болдым. Титтейіммен атқа отырғызып, қамшы өргізіп, ер мінезді етіп өсірді. Әке-шешемді атымен атадым. Олар да бұл дұрыс емес деп, ата-әжеме қарсы келе алмады. Қазір ойлап отырсам, баланы кемпір шалдың қолына беру дұрыс емес екен. 10-ға толғанда атамнан айырылдым. 14-ке келгенде әжем кетті. Сол кезде әке-шешем мені өз қолдарына алды. Обал не керек? Олар бетіме қатты келген емес. Барынша көңіл бөліп, ата-әжемнің орнын жоқтатпауға тырысты. Мен ғой, жоқ жерден бәле шығарып, бірдеңеге көңілім толмаса, атам болғанда бүйтер еді деп, көзім ағарып жылай салатынмын. Мұның барлығы дұрыс және бәрі менің алдымда құрдай жорғалауға міндетті деп білдім. Шынымды айтайын, мектепті де жартып оқымадым. Өзімнен кейінгі 2 сіңлім мен 2 інім кілең бестік алатын. Сонда да әкем, Мадикошты өзім оқытам деп, күпті көңілімді басып қоюшы еді. Кейін айтқан уәдесінде тұрып, мені ақылы оқуға түсірді. Жатақханада тұрмаймын, пәтер жалдап беріңдер дедім. Оны да істеді. 2-ші курста оқып жүргенде бір жігітке есім кетіп ғашық болдым. Ауылдың қарапайым баласы ғой, жатақханада тұратын. Соның көңілін табу үшін барымды салып, әке-шешемнен 2 есе көп ақша алып, жігітімді асырадым. Кафеге апарып, шотты өзім төлеп, киноға шақырып, махаббаттың буына мас болдым. Сөйтіп жүргенде аяғым ауырлап қалды. Жағдайды анама айтып ем, әкем екеуі алғаш рет дауыс көтеріп ұрысты. Бұрын ондайды көрмеген үйден қашып шығып, телефонымды өшіріп, 3 күнге құрбымның үйіне тығылып жаттым. Мен тығылып жатқанда, группалас құрбымды араға салып, жігітті тауып алыпты. Қызға үйленесің деп шарт қойған екен. Артынша жігітім қашып кеткен. Не керек? Әке-шешем бар шындықты жігіттің ата-анасына барып айтып, екеумізді қосатын болды. Басында енем, бала біздікі емес шығар, ол әлі жас деп қарсы болған екен. Атам, қолмен істегенін мойнымен көтерсін деп тоқтатыпты. Содан тығылып жатқан жігітім табылып, мені алып қашты. Үйіне келін етіп апарды. Есігін адал аттамаған келін кімге жақсын? Оның үстіне еркекшора болып өскенім бар. Мінезім де бір басыма жетіп артылады. Енеммен жиі сөзге келіп қала бердік. 2 қабаттық ауру емес, жата бермей тірлік қыл деп бұйыратын. Онысы менің көкірегімді дік етіп қадалады. Ойланбай сөйлей саламын. Содан ұрыс керіс шығып, 3 айдан кейін төркініме кетіп қалдым. Күйеуім келіп, жалынып, жалбарынып алып кететініне сендім. Ойлағанымдай, күйеуім әкесімен бірге келіп, мені алып кетті. Бірақ енеммен ара қатынасымыз сол күйі жөнделмеді. Бұрынғыдан да қатты ұрсатынбыз. Bir жолы енем шалпылдап сөйлеп жатыр еді, қолымдағы тұрған шәйнекті лақтырып жібердім. Абырой болғандай енеме тимеді, бірақ быт-шыт болып қирады. Менің көгерген түрімді қорқытты ма, енем далаға атып шықты да қақпаның сыртында күйеуім мен атамды күтіп отырды. Келгесін үйде үлкен жиналыс боп, біз еншімізді алатын болдық. Өз күндеріңді өздерің көріңдер, деді атам. Өзіміз студентпіз, қайдағы табыс, қайдағы күнкөріс. Күйеуім бөлек шықпаймын деді. Шығамыз, әкем ақ асырайды деп қайтпадым. Бірақ әкемнің де шыдамы таусылған екен. Өз күндеріңді өздерің көріңдер, кішкентай бала емессіңдер деп ақша беруден бас тартты. Сол сәттен бастап махаббаттың ізі де қалмады. Ақша таппайсың, маған анау керек, мынаны әпер деп, күйеуім миын жеп, намысына тиіп, ақырында ол әке-шешесіне қашып кетті. Жалдамалы пәтерден шығып төркініме қайттым. Қызымды сонда босандым. Өзім ана болғанда ғана істеген ісімнің бәрі қате екенін түсініп, желі шыққан шардай болдым.
бірақ күйеуім кешірім сұрап келмеді. Үйге жүр, бірге тұрайық десе алдына түсіп шабатын едім. Ол ондай әрекет жасамады. Тек анда-санда келіп қызын көріп кететін. Енем алысып күйеуіммен арпалысып жүргенде оқым жайына қалды. Не диплом жоқ, не жұмыс жоқ. Әке-шешемнің мойнына масыл болып отырғанда күйеуім басқа біреуге үйленді де кетті. Оңбай қателескенімді сонда ұқтым. Алдарына кешірім сұрап барып, енеме иіле салғанымда бәрі дұрысталып кетер еді. Қазір үзіліп қалған оқуымды қайта жалғастырып, қызыма жақсы тәрбие беру үшін барымды салып жүрмін. Әке-шешемнен де кешірім сұрап, қарым-қатынасымызды түзеп алдым.